Сәлем, әже. Балам-ау, әжемен осылай амандасушы ма еді? Басқаша қалай айтамын енді? Тыңда, балам. Үлкенге сәлем беру бұл кішінің міндеті болып саналады. Ал кіші үлкенді көріп тұрып сәлем бермей кетсе, ол тәрбиесіздіктің белгісі. Ал сәлем бергеннің жөні осылай екен деп, қалай болса солай сәлем беруге болмайды. Сонымен қатар әжелерді, әйел кісілерді көрген кезде балам, сәлем бердік, немесе сәлеметсіз бе деп амандасуым керек. Сол кезде мен саған бақытты бол, ғұмырлы бол деймін қарағым. Жарайды, әже. Ал атаммен ше? Атамен ассалаумағалейкум деп амандасасың. Ол Алланың нұры жаусын деген сөз. Атаң саған уағалейкум ассалам деп жауап береді. Ұқтым, әже. Достарыммен қалай амандасам? Енді достарымен сәлем деп амандаса саласың. Міне балам, сәлемдесудің де бірнеше түрлері бар. Төс қағыстырып сәлемдесу, қол алысып, қос қолдап амандасу. Сонымен қатар атты адам төбеде тұрып, жердегі адамға өзі бірінші сәлем береді, аттың үстінде тұрып. Ал ауырып жатқан адамға дені сау адам барып, бірінші сәлем береді. Сонымен қатар ең бірінші ер адамды көрген кезде сендер әшейін қол алысып қана амандасасыңдар да қоясың. Ал бұл кезде қыз балалар тек қана басын изейді де қояды. Міне сәлемдесудің де бала осындай бірнеше түрлері бар. Сонымен қатар сәлемдескенде ізет білдіріп, орныңнан тұрып барып үлкенге сәлем беру керек. Сол кезде, ой, мынау көргенді әдепті бала екен дейді балам. Рахмет, әже. Сәлемдесу рәсімінің мұншалықты маңыздылығын білмеппін. Түсіндіргеніңізге рахмет. Балам, құлағыма құйып, ойында сақтап жүр құлыным. Ана тілім жүрегісің анамның, жүрек ана мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысыңмен күн кешем, сен арқылы тіршілікпен тілдесем деп, ақын ағаларымыз жырлағандай, ана тілі әр адамның өз ұлтының жан дүниесі мен мәдениетінен, ғасырлар бойы жиған рухани азығынан нәр алатын кіндік тамыры. Біздің ана тіліміз қазақ тілі. Ол тек отбасы, ошақ қасының ғана тіл емес, мемлекеттік тіл. Жыл сайын қыркүйек айында Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер мерекесі аталып өтіледі. Бұл барша елге ортақ, жалпы халықтық мереке. Барлық ұлт өкілдеріне көрсетілген құрмет деп білеміз. Мемлекеттік тіл көп ұлтты елдің барлық халқы